Assalamualaikum. Bugun meniki 27-tamuz 2025-yil. Biz hozir Mang'istov oblasining Munayli avuli, Basquduq Munayli audanining Basquduq avuluna kelib o'tiribmiz. Mana ko'chaning ati qanday dedingiz? Бұл көшенің аты Жадыра көше, мына көше Әділет көше бұл. Ne bileyim, әділетті көшеге ең әділетсіз жағдай туып жатқан ба? Асфальт жолы қайда? Асфальт жол емес, мына жерде гірпі өтіп тұр, мына гірпі. Бұл мына өзіңіз таныстырып жүрсеңіз, аты жөніңізді айтып. Аты жөнім Тілеуов Асқар, осы Басқұдық елді мекен тұрғынымын. Асеке, қандай сұрақ сонда шақырғандағы сұрағыңыз? Шақырғандағы сұрағымыз, біздерде общий генпланды бұрынғы әкімдер ауыстырып жіберіп, сол әкімдер ауыстырып жіберіп, мына жерге генпланды өзгертіп, мына магазиндерді, басқа-басқаның бәрін бере салған. Соның себебінде мына жерге үлкен жолдар түспей жатыр. Негізі мына жерде газ труба, бұрынғы генплан бойынша газ труба алынып тастап, мына ортада ауылды бөліп тұрған бір газ труба бар. Соны алып тастап, уже баяғыда асфальт салыну керек еді. Айналасында аялдамасымен, барлығымен бұрын сондай генплан болған. Ол генпланды өзгертіп жіберіп, қазір әкімдер білген негіз жасап жатыр. Мына гірпінің өзі, мына газ труба өтіп тұрған кәдімгі жоғарғы қысымда өтіп тұрып, мына гірпіге барады. Оператор былай жүр. Бұл кетіп жүр ары қарай барады. Бұл гірпінің өзі, қарасаңыз, магазиннің астынан өтіп тұр. Оператор түсіріп жатыр, мына дүкеннің астынан өтіп. Иә. Сосын оның өзі заңсыздық болып есептелінеді. Біз осыны сотқа береміз деп естедік, бірақ прокуратура, сот қазір біздерде жалпы құлақ қаспай жатыр, тыңдамай жатыр. Мынау газ трубамыз. Сосын мына жерде негізі үлкен территория болатын, баяғыда генплан бойынша Ақтау қалалық. Одан кейін бұлар генпланды кеше жақында шығарып, ауыстырып, осындай өзгертіп жіберіп, жерлердің бәрін сатып жіберді. Мысалы, мына столбылар ана жерге дейін барады. Ана столбылар даже үйлердің территориясына кіріп кеткен. Жолдың ортасынан өткізген мына трубаны? Газ труба бұл баяғыда өткен не ғой? Бұл негізі генплан бойынша бұл уақыттың өтуімен адамдар қоныстанғаннан кейін газ трубаны алып тастап, ауылдың шетімен жүргізіп, мына жерде үлкен аялдамасы бар, үлкен асфальт парк сияқты, сонда үлкен асфальт болу керек еді, бұдан шығып кететін. Адамдарға сатып, мынандай тарылтып, бұрынғы әкімдер уже генпланды өзгертіп жіберген. Мына жерлердің бәрі ауылдарыңыздың генпланы бар ма? Бар, ауылымыздың генпланы. Мықты ғой. Негізі біздің ауылда былай ғой. Мысалы, қоғамдық кеңес деген бар, аудан бойынша. Қоғамдық кеңес дейтіндер, мысалы 5000 тұрғынға дейін олар өздері шеше алады мәселені. Бұл жерде 40 мыңнан астам халық бар. Бұл жерде 40 мыңнан астам халықпен олар ақылдасып, кеңесіп сөйту керек, бірдеңе жасайтын болса. Бұлар сыртымыздан том пішіп тұр болған. Халық ештеңе қыла алмайды, өз білгендерін жасайды. Мына жер керек болса, мына жерге ертең үй салып тастаса да таңғалмаймыз. Басқа осындай іс-әрекеттер біздерде көп. Тоқтың линиясы да сондай. Мысалы бізге жоғары қысымды трубаны, жаңағы мына тұрғын үйлердің алаптарының ортасынан өткізу қаншалықты заңды? Қауіпті емес пе? Ол қауіпті емес болғанда барлығы қауіпті ғой, түгел қауіпті. Мына жоғарғы қысымды газдар вообще. Соны не дейді ауыл әкімдеріңіз? Аудан әкімі не дейді? Аудан осы мәселен біз 15 жылдан бері мына газ трубаны алдырта алмай жатырмыз. Ауылымызды екіге бөліп тұр бұның өзі. Ана жерде бір жол бар болған тек. Мынаяғы болып бөлініп тұр. Осыны баяғыдан бері облыстық прокуратураға да жаздық. Кәдімгі облыс әкімде де жаздық, бәрінің хабары бар, бірақ осыған ешқандай шара қолданбай жатыр бізде. Сонымен не талап етесіз? Кімнен талап етесіз? Енді облыстағы басшылар, әкімдер, прокурорлар мына жерді тексеріп, дұрыс заңдылығын біліп, сосын мына газ трубаны алып тастап, сосын біздерді мына жерге асфальтын салып, бұрын мына жолға, екінші жолға көмек болсын деп үлкен асфальт салатын, мына қазір орындарында магазин тұр. Осылардың бәрін салып тастап, негізі ана жолға көмек болатын ғой, қазір кеште часпек болады мынаяқтың бәрі. Сол мынадан бейтіп шығып кетіп, ана жерде Жарбол деген магазин бар, содан ары қарай Шотан Батырдың памятнигін салып тастады, барлығы уже мына жерлердің бәрі сатып жіберді. Содан қазір мына жерде жол да жоқ, ауылды газ труба екіге бөліп тұр. Бұл мәселе. Проблеманы айттыңыз ғой, сіз қайталап жатсыз да? Камераға қараңызшы. Кімнен не талап етесіз? Соны айтыңызшы. Біз облыс басшысынан, әкімнен қилып айтқан ба? Облыс әкімнен
Не талап етесіз, айтыңыз талабыңыз. Талабымыз мына газ трубаны алып тастау. Алып тастасын. Алып тастасын. Басқа жаққа көшірсін, да? Басқа жаққа, ауылдың шетімен көшіреміз деп баяғыда аудан әкімдері. Баяғыда болған емес, сіз талап етесіз. Ауылдың шетімен көшір. Жарай ма? Оған подсказ жасамаңыз. Баяғыда олай болған еді. Не қыласыз? Сізге керек емес. Көшіру керек. Өмірге қауіпті ма? Қауіпті. Болды. Сосын тағы да неңіз бар? Сосын мына жерге жол түсу керек. Асфальт жол түсу керек емес. Сіз талап етіп жатсыз ғой. Талап етіп жатырмыз. Асфальт жол салып берсін. Салып берсін, Сіздің өміріңіздің сапасын түсірмесін. Әрине. Өмірді қауіпке тікпесін. Болды ма, сол ма? Сол. Болды, жарайды. Тағы да? Содан кейін тағы да аяқта жолдарымыз бар, барлығы жолдары. Мына жерде сіздерге жол көрсете аламыз. Басқа қандай проблема бар тағы да? Жаңа осы газ трубадан басқа қазір. Газ трубадан басқа біздерде. Бару керек ол жерге? Бару керек қой, соған барады. Қазір мына жер тамамдайық ондай болса. Яғни қараңыз, түйіндесек. Мына жерде сіздердің талап еткеніңіз мен түсінгенім, енді мен қателесем айтыңыз. Мына жерден жолдың арғы бетінен жоғары қысымды газ трубасы өткен кезінде. Ол кезде ауыл шағын еді. Ауыл бұған дейін жетпейтін. Енді ауылдың өсуіне байланысты тұрғындардың өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін де осы газ трубаны залалсыз басқа жаққа көшіру жұмыстарын жүргізбей жатыр ма? Жүргізбей жатыр. Энергетика басқармалары басқа жаққа көшіру жұмысын жүргізбей жатыр. Яғни олардың әрекетсіздігі сіздердің өміріңізді қауіпке тігіп отыр ма? Әрине. Олардың әрекетсіздігінің салдарынан сіздің көшеңізге жаңағы басқа адамдармен конституциялық құқығыңызды теңестіретіндей асфальт жол түспей жатыр ма? Түспей жатыр, Яғни сіздің өміріңіздің сапасын төмендетіп жатыр ма? Әрине. Облыстық әкімшілігіңіздің, аудан әкімшілігіңіздің жүргізіп жатқан саясаты сонда президентіміздің саясатына қарсы ма? Адамдардың, тұрғындардың өмір сапасын көтер деген? Ол қарсы болып тұр ма? Жалпы қарсы болып тұр. Болды, түсінікті. Осылар бойынша мен сізге тезисін сұрақ қойып жатқаным, ертең біз хат жазып, министрліктерден, басқалардан талап еткен кезде осылар бойынша сұраймыз да. Өйткені президентіміздің берген тапсырмалары бар, жүргізіп жатқан саясаты бар. Кімнің іс-әрекеті, жалғыз іс-әрекет емес, әрекетсіздігі де соған қарсы келіп тұрған болса, әкім мысалы жұмыс істеу керек қой. Оның әрекетсіздігі, яғни ештеңе істемеуі, соған қарсы келіп тұрған болса, соған жауапқа тартуға біз сұрай аламыз. Бола ма? Болады. Келесі тақырып көшеміз бе онда? Мен дәл осы тақырыпқа бір қосымша алып жібере қояйыншы. Мен Убайдуллаева Арухан, осы ауылдың тұрғынымын. Кішкене жаңағы вопросқа қосымша қылып жіберейін. Тек өмір сапасының түсіп кеткенде емес әңгіме. Әңгіме 2014 жылғы генпланда осы жер қалаға шығып кететін жер жол болған. Дұрыс қой? 2014 жылғы генпланда болған. Ал енді қазір соңғы генплан нешінші жылда шыққан? 2023-тің декабрінде қайтадан генплан шығарғанда мына жол жоқ. Арухан ханым, генпланды шығарған кезде генпланды қоғаммен ақылдасады ғой, неге бармадыңыз? Міндетті түрде ақылдасу керек. Міне қазір Асқар айтып тұр ғой, халыққа ойласқан жоқ. Бәлкім генплан емес шығар ол. Тыңдалым өткізген жоқ деп. Тыңдалым өткізбегені ол шындық, халыққа өткізген жоқ. 5000-ға дейінгі населенный пункт болса өздері шығара беруге болады шешімді. Ал бізде 40 мыңнан астам халық бар. Негізі ауылға генплан болды деген қайдан қалып тұрмын негізі? Ешқандай. Қаланың генпланы болатын білемін. Ауылда план детальный планировкамен ПДП-мен құра бермей ме? Жоқ, генплан бар. Біз 23-те генплан бар. Әңгіме сода болып тұр. Генпланда 2014-те бар. 2014 жылдың генпланында бар, ал қазіргі соңғы шыққан 2023 жылдың генпланында жоқ. Жерді оңды солды сала, жер орын бере берген, үйді салдыра берген, магазин салдыра берген. Міне көріп тұрсың, жолдың басталатын жерінде былай қарай қалаға шығып кететін жолдың басталатын жерін мынау жауып тастаған. Мына жақта бірме-бір көрсетуге болады, уақыттарыңыз болса, былай незаконно былай неғыла берген жаңағы. Неғыла берген? Жер орын бере берген, былай шығарып жолға сала берген. Генпланға сай болса береді ғой. Апада сол кезде келген, даже үкіметтің адамдарымен кездескен адам жол түседі деп мына жерде көрсетіп жатқанда, осындай видеоға түсіріп жатқанда, мына апа қасында болған, осы апада айтады қазір, остановка мына жерден түседі деп көрсеткен жерлеріне де уже жер беріп жіберген ба, апа? Үй салдырып жіберген да? Міне апа айтты. Арухан ханым, яғни кім соны уәде берген? Мына жерден остановка түседі, жол түседі деп айтқан. Уәде берген емес, 2014 жылдың генпланында болған. Енді 2023-те қазір өзгертіп қойғаннан кейін, оны не қыламыз? Қазбалап 14-те. Қалай қазбаламайсың? Халыққа жағдай жасау керек. Қазір жаңа генплан болған жоқ па қазір? Генпланда да тұр ғой. Жоқ, генпланды сонда жерді оңды солды сатып жіберіп, генпланды өзгертіп жіберіп отыра берсе бола ма? Не талап етесіз сонда? Не талап етесіз? Мына жерден қайтадан ашсын, сол жер, жолды ашсын. Жолды ма? Үкіметтен соны талап қыламыз. Мына жолды баяғы 2014 жылдағы жолды ашсын, халықтың жағдайын жасасын. Яғни
ген планға өзгеріс енгізсін ба? Өзгеріс енгізсін, соны талап қаламыз. Болды, міне талабыңыз. Бұны кімнен талап етесіз? Үкіметтен, жергілікті үкіметтен, аудандық, облыстық, солардың жұмысы. Облыстың ген планын өкімет бекітпей ма? Енді бұлардың жасап бергенін олар утвердетіп береді ғой. Бұлар осыны ұсынады ғой, біз бүйтеміз, мынандай қылып шығаруымыз керек деп. Енді Астанада отырғандар мына басқұртта мындай болса, болса біз облыстық әкімшіліктен сіздердің ген план расында бар болса, біз соны талап етіп көрейік. Жарай ма? Сосын жаңағыдай қосымша сұрақ қоямыз. Ген планды егер бар болса расында осыны ген планды бекіткен кезде сіздер тұрғындармен осыны талқылауға салдыңыздар ма жоқ па деп. Бола ма сол? Енді қазір бекітіп қойған ген планға сіз баяғыдағыны өйтіп бүйтіп талап ете алмайсыз ғой. Бірінші мынаған өзгеріс енгізу керек яғни. Талаптың өзі дұрыс болмай ма? Мынаны тұрған кезде сіз олар барлығы өздерінің ішкі жұмысы, ішкі бүлдірген өздерінің заттарын өздері жөндесін, қалай жөндейді өздерінің жұмысы, бізге жол ашып берсін, болды бітті. Жол ашық тұр ғой міне. Ашық тұрған жоқ. Ашық жол шықпайды ана жаққа. Мына тупик па? Бұл барады кіріп қала ма? Бұл барады да ана жерге барасың да кірпіге тіреліп қаласыңыз. Уже дальше бара алмайсыңыз. Мынаған кірген көліктер тек осымен шығады. Иә, осымен обратно шығады болған. Ана қайда ашып берді бастыр оны? Қалаға шығып кету керек, қаламен байланысты. Түгел мына жолға асфальт түсіп, сол қалаға шығып кету керек. Соны талап етеміз біздер. Ана жерде даже мына көшеде аварийный ход. Әділет көшесін талап етіп жатса, ашып берсін қалаға. Иә. Мынау да әділет көше болады. Мынау әділет көшенің шеті, мына келесі көшеде әділет. Арғы көшеде аварийный ход жүреді. Сол ген план бойынша ана аварийный ход мына жолға қосылып кету керек. Даже жолдың басын сатып жіберіп, ана көше бітеліп қалды. Ана кірпіден сол жерден бітеліп. Кім сатты жолдың басын? Жолдың басын бұрынғы әкімдер сатты. Ол пәлен түген деп атына айтпай ақ қой. Атын түсінудің керегі жоқ. Яғни сіздерде мен түсінгенім атқарушы биліктегілердің Қарахан басының пайдасын ойлауы тұрғындарға зиян келтіріп отыр ма? Кедергі жасап зиянын келтіріп отыр. Әкімдеріңізден сұрасақ бола ма? Қаншаға саттың сол жерді деп? Енді оны сізге айтпайды. Біз себебі мына барлық жерге даже облыстық кім біледі айтып қалар егер шынымен сатқан болса. Облыстық прокуратураға барлығына жібереміз. Олар облыстық прокурор Мұнайлы ауданның прокурорына жібереді. Мұнайлы ауданы ауылдың әкіміне жібереді. Сіздер бірдеңе істедіңіздер ма, ұрладыңыздар ма деп. Мысалы менен бірдеңе ұрладың ба деп тұрса, мен ұрласам да ұрладым деп айтпаймын ғой. Сол сияқты айналып келіп ең соңында келген кезде ауылдың әкіміне біздің жазғанымыз қайтып келе береді бәрі. Енді сізден жарайды, мен былай сұрайыншы. Жаңа сіз сатып жіберді деп тұрсыз. Сатқан адамға сатардан алдын жерді шешім шығару керек шығар. Ол шешім шыққанда өздері қалай қайтып жасап жатқан бізге қараңғы ол. Соны да аспорт етпейсіз бе, чем ол ұрлады, сатты дегеннен гөрі? Ол шешімді қалай берді, неге оған берді, неге басқаға емес, кезекпен неге бермеді? Себебі ген пландарда өзгерістер көп. Мына жер мысалы бұрын ашық болған жер, кейін жабық. Түсіндім. Онда ген план талап етейік, бар болса. Жарай ма? Соған қарап шығара береміз. Айтыңыз. Мына апайдан сұраңызшы. Не сұрайын? Үйінің қасында остановка болған. Остановканың орнын сатып жіберген, міне апайдың үйі өзі тұр. Сіздің үйіңіз жанында остановка болған бе еді? Иә. Кім сатты оны? Кім сатқан шығар, мен сатқан жоқпын ғой. Сатып жатыр ғой. Мен 2007-де көшіп келдім, айтайын. Иә. Сонда әкімнен жер алдым. Мен жақын ұстап отырмын, жер тұрып жатыр өйткені. Жер алғанда айтты маған. Міне қасыңда остановка болады. Жерді кімнен алдыңыз? Әкімнен алдым. Шешім шығарып алдыңыз ба? Иә, шешім шығарып алдық. Қанша бердіңіз шешімге? Шешімге ештеңе берген. Тегін берді ол кезде? Иә, тегін. 2010-да алдық шешімді. Біз жерді 2007-де алдық. Жарайды, сонымен. Иә, шешім шыққанда да айтты әкім. Сонымен проблема неде, остановкада ма? Жоқ, мына сатылар алынады. Сіздің үйдің қасында остановка болады. Мынау асфальт болады деді. Онымен асфальт та жоқ әлі. Күтіп отырмыз. 14-ші жылы ген план шықты. Ой, асфальтты бастайын деп жатырмыз. Мына газды шығарамыз деді. Онымен 14. Кім айтты оны? Әкім айтып отыр. Аудан әкімі, ауыл әкімі? Аудан әкімі айтады. Өз әкіміміз айтады. Аудан әкімі мынаны 14-ші жылы шығарамыз деген бе еді? Иә. Ген планы да бар бір баланың қолында. Мен мына жақын ұстап отырмын, жел тұрып жатыр. Сіз қорықпаңыз. Картасында. Сосын бәрі де бар. Ауысқанда бар. Ауыспағанда бар. Осы мына тұрбаны сатыланы алғанды талап етеміз. Атыңыз кім еді? Бақтылы. Бақтылы ханым. Ондай болса сіз қазір облыс әкімінен талап етесіз ба? Мені 14-ші жылы мынаны алып тастаймын деген өтірікші әкімді орнынан құртуыңызды талап етеміз. Талап етеміз. Қилыбайдан да келді осы жерде. Не қылды? Мына
мынаны сатыланы алуыңызды талап етеміз дедік. Иә, аламыз. Схема жасап жатырмыз, ауылдың сыртымен жібереміз деді. Онымен әлі ештеңе жоқ. Облыс әкімі солай уәде берген еді. Оның артынан мына ауданның әкімі де ауысты. Бақтылы ханым, аудан әкімін құрсыншы, сізге облыс әкімі уәде берді. Облыс әкімі де уәде берді. Қай кезде уәде берген еді? Қай кезде уәде берген еді? Ол қай жыл дейсіз? Ол ұмытып қалыппын мен. Бір жыл болды ма, 2 жыл болды ма? 1 жыл болып қалды деймін. Яғни мен одан жылдың соңында сұрайын. Сен неге уәдеңде тұрмайсың деп па? Иә, мына айтып жатырмыз, облысқа да, ауданға да, бәріне де балдар барып жатыр. Бірақ мына сатуға алынбайды. Бақтылы ханым, оны қайта-қайта айтып жатсыздар, бір 50 рет айттыңыздар, тұрба алынбайды деп те. Сіз қазір мына камераға қараңыз да айтыңыз. Облыс әкімі Қилыбаев мырза, уәдеңде тұр, өтірік айтпа, әйтпесе өтірікші болып қаласың деген сияқты әңгімелерді айтсаңызшы. Облыс әкімі Қилыбаев, біз сенен мына сатуаны талап етеміз. Алып тастауын ба? Иә, алып тастауын талап етеміз. Берген уәдесі бойынша, иә, уәдең бойынша. Сосын мынерге асфальт түскен тәуір көреміз. Ауылдың арасында да асфальт болған жақсы көреміз. егер мына тұрбаны алмаса, онда не болады ол? Ол онда дым болмайды. Оның саясаты Алдаркөзенің саясаты сияқты бола ма? Біз мына үйімізге кіре алмай отырмыз. Бақтылы ханым, егер ол жаңағы уәдесінде тұрмаса, мына тұрбаны алам деп қойып алмаса, онда оның саясаты жаңағы жалған өтірік айтатын саясат бола ма? Иә, саясат болады. Болды, түсінікті. Рахмет. Осымен тамамдасақ бола ма? Иә, осымен Айтқыңыз келіп тамамдасақ. тұр ма бірдеңе? Басқа айтатын адамдар болса айта берсін. Мына жерде тұна мәшін тұрған жерге шейін барады, мәшіндер. Ар жағы жабық. Жол жоқ. Айтты оны. Иә, айтшы, болды. 20 рет айтып шықтыңыздар. Жарайды, онда осымен тамамдайық. Мына асфальт жол бар екен ауылдың ішінде кішкене жолдар. Олар көрінетін жерге істеп қойған ғой. Мен ана 4-ші көшеде тұрам. 3-ші көшеде де жоқ. Мына 1-ші, 2-ші көшеде бар асфальт. Жаңадан бастап жатыр онда. Саламыз дейді, салатын шығар енді. Сабыр сақтайық. Асфальтқа ауыл көшеде. Жарық қойсын, сағылсын. Сіздерде газ бар ма? Бар. Асфальт жол бар екен. Жарық бар ма? Бар. Тоқ бар ма? Бар. Жарық көшедегі жарық. Көшеде жарық бар ма, жоқ па? Көшеде жарық бар. Бірақ тоқ слабый. Жарайды. Интернет бар ма, жоқ па? Интернет бар. Енді газ бар үйіңізде, Иә, газ бар. Ауыз су ішетін. Бар. Қайдан келеді ауыз су? Білмеймін, Водокаскіден келеді. Сапасы жақсы ма? Иә, ода жазда болмайды, қыста суымыз тегін болады. Жазда суымыз болмайды. Су деп айқайлаймыз. Мына автодромға бүкіл әйгілі болып болдық. Су қайда кетіп қалады? Бізде суды баяғы парламент несі да келді, сенаторы келгенде біз Каспий су тұщыту мекемесіне де барғанбыз. Сол кезде бізге 23 жылы уже октябрьде бізге осы мына судың бәрі шешіледі, сіздерге 40 000 су келеді, сонымен сіздер уже фонтан болып сөйтіп отырасыңдар. Қай кезде боласың деген еді оны? 24 жоқ, 23 жылдың октябрінде боласың деп сөйтіп айтқан. Кім еді ол сенатордың аты? Алдашев па? Иә. Вот сол кісі сондай Алдашев сенатор сіздерге жалған өтірік уәде беріп кетті ме сонда? Жоқ, сол кісінің алдында Каспий су тұщыту мекемесі осылай бізге осындай уәде берген. Осындай болады. Біз осындай уәде береміз. Яғни Каспий су мекемесі өтірік айтып отыр ма? Иә, солай болып тұр. Енді ауыз су енді қазір қайдан келіп жатыр? Ауыз су сол келеді, келгенде баяғыдай мысалы бізге 20 000 су керек болатын болса, бізге 2000 кубқа жетпейтін су келеді. Соны халық әйтеуір жеткенше сөйтіп алып тұр. Ойбай, қалай күн көріп жатсыздар сусыз? Біздерде тек жаңа колодцымызға құйып аламыз, сол арқылы күнелтіп тұрмыз. Бізге күні-түні келмейді. Аптасына 1 рет келеді, онда да 2 я 3 сағат максимально. Соның ішінде колодцымызға толтырып қалмасақ, біз шөлде өлеміз, сахара. Канализация бар ма? Канализация енді өздеріміздің жерден, үйден септик бар. Неге қалаға қоспай отырсыздар? Білмеймін, енді 40 000. Қосып кетіпсіздер ғой қалаға, жабысып тұр ғой. Жабысып тұр, қасымызда бір 100 метр шықпайды қалаға. Неге қоспай жатыр қалаға? Оның себебін білмеймін, сол қосамыз. Әлде қоса анау қала ретінде қарау керек қой, канализация жүргізу керек, анау содан қашып тұр ма? Жоқ, ол ұсынысты да біз айтып қарадық. Мынау енді Басқұдық ауылы ғой, жаңа келе жатырғанда байқадыңыз ба? Ана жерде, мына жолдың ана жерде кеспесінде былай қарай жүретін асфальт бар ғой. Соның ар жағы қала, бер жағы біз. Ортада бір асфальт жол кесіп тұр. Қаламен екеуіңіз. Қаламенен мына ауылды бір ғана мынандай асфальт жол кесіп тұр, болды, бар болса бір 10 метр да асфальт жол. Енді сол олар күнде таң 24 сағат су ішіп отыр. Олар егер су тапшылығы дегенге сенетін болсақ,
бізде су тапшы дегенге сенетін болсақ Неге олар ішіп әкімдердің. отыр дейсіз ғой? Олар неге күні түні су ішеді? Бар жоғы бар болғаны 10 метр ақ разницамен Түсінікті. біздер су іше алмаймыз. Біз ол ұсынысты да жасап көрдік. Қаланың линиясына қосылшы, сол жақтан бізге қарай тарта қойыңызшы. Мына шығыс Не қыл 2 деген микрорайон аты. Су шығыс 2-ден бізге қарай тарта қойыңызшы дегенде сол ұсынысымыз осы кезден істелінбей келатыр. Түсінікті. Негізі сіздер Қилыбаев үшін жаңағы Мұнайлы ауданы болсын, қала тұрғыны болсын, бәріңіз бір тұрғын емессіздер ме? Неге ол үйтіп алалап жатырсыздар? Білмедім неге ондай қылатын. Білмедім. Сіздер жек көре ме әлде? Білмедім. Өз тұрғындарына өздері қиянат жасап жатқан жоқ қой? Енді ол жағы Конституциялық құқықтарыңыз бірдей емес пе? аудан әкімі болсын, ол облыс әкімі болсын, ол мына елдің осы бір ауыл болса да ол ел есептелінеді. Елінің өзінің елінің тұрғындарын, халқын алалауға болмайды ғой. Иә. Конституция бойынша сіздің де құқығыңыз, көшенің арғы бетіндегі екеуіңіз құқығыңыз Заң бәрімізге ортақ. бірдей. Неге онда сізде су жоқ, ода бар? Білмедім. Ода күні түні ағып тұр. Ода о жақта күні түні ағып тұр су дейсің. Түсінікті, ағын су жоқ. Даже туалетке сыйып отыр ғой. Суға сыйып отыр ғой. Суға сыйып отыр ма? Мына қазір мына Құдай, көше асфальтпен өте қойыңыз. 2 метр толған магазин. Шыңғыс мырза, яғни біреулер көшенің бергі бетінде сол суды ішуге зарар болып отқанда ар жақтағылар тішіп сыйып отыр ма? Сыйып отыр. Сол суға. Сол суға. Ауыз суға. Түнде Ағын су бар ма жоқ па? Ағын су жоқ. Ағын су жоқ бізде. Ағын су жоқ. Бізде жоқ ағын. Неге? Бізде тек линиямен су береді, соны линиямен суды ішіп отыр. Ауыз су. Мынау талдарды бәрінде сол ауыз суға су барып отыр. Иә, талдар. Ағын су неге жеткізіп бермейді? Біздерде ағын Ана Оралда су ағып жатыр. Неге қарай? Қасымызда Су Оралдан өтпей ме сіздерге? Волгадан келе жатқан жоқ па су жаңа өзенге? Біздегі жоқ қой бізде. Жоқ. Ақыры ана 1000 километрден сонау Волгадан жаңа өзенге су өтіп жатқан жоқ па, тұщы су? Жердің астымен білмейсіздер ме оны? Білмейміз. Не бар ғой? Жайықтың арғы бетіндегі Еділ. Иә. Еділден 1000 километр бірдеңеде су ағып келе жатыр. Кеше біз жаңағы Атырауда түсірген кезде сол жерде президенттің сенімді өкілі бар екен, сол айтып жатқан тұғын. О кейде су жетпей қалған кезде біз Оралдан осы давлениемен қуалаймыз сол жақ қарай деп. Ақыры ондай су өтіп жатқан болса үлкен трубамен, неге сіздерге де трубамен су тартылмаса? ондай су жоқ қой. Оны ол сұрақты әкімге қоясыз енді. Облыс әкіміне ме? Облыс әкіміне қояды. Аудан әкіміне қойыңыз, облыс әкіміне қойыңыз. Бізге керек болғаннан талап етіп жатырмыз ғой, айтып тұрмын ғой. Мына даже ұсыныс жасап жатырмыз. Міне мынандай ұсыныс та бар. Сөйте қойыңызшы деп. Ақшаларыңыз көп қой сіздердің, мысалы айталық табысты өңір ғой. Ол табысты өңір деп. Кеше келе жатқанда көрдім, жолдың оң жақ, сол жағын бәрі мұнайды періп жатыр мынау Мұнайлыда. Біздер барлығымыз мұнайда істемейміз. Ана мұнай бүйтіп бір басады ғой. Шығады, бір баррель шығара ма? Бір барреліңіз $70. 70 доллар бір басып шыққанда $70 шығып жатса су қайда? Ол мысалы осы жерде 40 мың халық болатын болса, 40 мың халықтың 45 мың халық болатын болса, даже соның 1000 адамы вахтада жұмыс жасамайды бұл жерде. Барлығы мұнайшы деп ойлайды. Жұмыссыздық жағдайы қалай ауылда? Жұмыссыздық көп, өте көп. Ауылдың қанша проценті жұмыссыз? Енді Бәрін ойлап жарпысы. Жарпысы жұмыссыз жүр. 50% жұмыссыз ба тұрғындардың? Сосын істеген 60%? Неге онда сіздерде отчетта 5% деп қойған жұмыссыз? енді ол отчетты өзді жаза береді ғой. Мысалы Олар дейтін өзінің артын жабу үшін істей береді олар. Яғни биліктің көрсетіп жатқан статистикалық несімен шындығы арасы алшақ па? Алшақ. 60% негізі, бірақ олар 5% көрсетеді. Мен көкте екі жері. Немен күн көріп жатыр жаңа жұмыссыздар? Жұмыссыздар емен көңіл көріп жатыр. Әркім әртүрлі жұмысын шаруасы бар. Міне мысалға мына жерін асфальттың жиегіне өте қойың. Кілең магазин. Кешке қарта обедтен мезгілінде келсеңіз, свет дейтін вообще сығырайып қалады. Шаммен отырады кешке жұрттар. Шыңғыс мырза, мынау өкімет вице-премьеріміз бар, соның вице-премьері Жұманғарин үнемі мақтанады. Біздің ВВП 14 мың доллар адам басына шаққанша 288 миллиард деп. Сол Жұманғариннан сұраңызшы қане, менің 14 мың долларым қайда онда деп. Ондай болатын болса сұраймыз. Сұрасаңыз. Біздің 14 мың доллар. Мысалы мынаны қараңыздар. Мен қазір бүкіл қазақстандықтарға айтамын. Мен осыны Жұманғаринға айтамын деп жүргем, ол онсыз да мені тыңдап отырады да. Жұманғарин мырза, Германияның ВВП-сі мысалы жан басына шаққан кезде 54 мың доллар екен. Ал Германиядағы тұрып жатқан тұрғындардың үйінің табысы да, әр адамның табысы да 54 мың доллар. Бізде Қазақстанда, мен азайтып айтайын, 23-24 жыл болу керек, ВВП 280 миллиард болғанмен, адам басына сөйлегенде 20 миллион адамға бөлінді. Сонда әр адам басына 14 мың доллардан түседі екен. ВВП, түсінесіз ба? Сонымен мақтанды кеше біз Россияны оздық 14.700 болды деп. Ал сіздердің беріп жатқан статистиканың өзіне жүгінсек, жаңағы орташа айлық 230 мың мен 300 мыңның арасы болып жатыр.
Ол ал ОСМС-тің данныйына келсек 5 миллион адам жұмыс істейді екен. 15 миллион адам жұмыссыз. Енді жаңағы 230 мыңды жаңа бөлмей ақ қояйық, 300 мыңды дейікші әлі орташа айлықты. Бәріне бөлмей ақ қояйық. Сол 5 миллионның ақшасы бәрімізге бірдей сол 230 мыңнан тапты дейікші. Бәрібір адам басына шалған кезде 2300 доллар, 2400 доллар шығып жатыр. Қалған 12 мың доллар қайда? Ол бізге қараңғы ғой енді. Мен мысалы менің айлығым 112 мың. Қалған менің айлығым. Статистика 300 мың дейді. Статистика 300 мың болса, төлесін маған ақшамды. Қалған 200 мың? 112 мың айлығым. Жоқ, мысалы, оған уәж табады ғой. Арухан, сіз түсініп жатсыз мен айтып жатқанымды? Түсініп. Германияда адам басына шаққанда ВВП 54 мың, жаңағы жан басына шаққандағы мемлекеттің жалпы өнім несі де сомасы. Өндірісі. 54 миллиард болса, 54 мың доллар болса адам басына шаққан. Адамның шынымен бір жылдағы табысы 54 мың доллар. Ал бізде жан басына шаққанда 14 мың доллар дейді. Ал есептеп кеп қарағанда олардың данныймен 2300-2400 доллар болып тұр. Мен айтымда 2 мың доллар қайда, 12 мың доллар қайда сонда? Онда сонда сол статистиканы айтып халықты сендіріп отқан Жұманғариннан талап етеміз. Сол ақшамызды тауып берсін. Тауып берді, бе? Дұрыс. Талап етеміз. Өйткені мынадай ғой, ВВП деген негізі өзі дұрыс емес нәрсе де, сонымен алдап келе жатыр тұрғындарды деп есептеймін мен. Өйткені сіз мына жерін жер қазасыз ба қазір? Қазған үшін біреуге төлейсіз ғой ақша. Ол да ВВП. Қайтадан алып көмдіріп тастасаңыз, ол да ВВП. Өсіп жатыр. Бірақ ешкімге пайда жоқ. Иә. Сол 12 миллиард жаңағы или шетелдің қалтасына кетті, или байлардың қалтасына кетті. Сонымен ол жоқ. Бізде айлықтан басқасының бәрі өсіп жатыр. Сосын міне Басқұдық елді мекені осы жерде біз неше жылдан бері қақсап жатырмыз. Енді халық саны көбейді ғой, 45 мыңнан астам деп айтып жатырмыз да. Ал бізде жаздың күні 110 вольтқа дейін төмендеп қалады. Ойбай, не дейді? 110 вольтқа дейін. Пацанса КТП-лар нашар ма? Баяғыда ана жоқ, есептелмеген ба? Ондай қаралып жатыр деп. Мысалы КТП бәлкім мынандай шығар, 100 үйге десе оған 200 үй қосып тастаған шығар. 1000 үй қосып тастаған болса да таң қалмаймын. Яғни қараңыз, сізді қызықтырмау керек. Қанша үй қоссаң сонша үй қос, маған сапалы тоқ бер дейсіз. Ол дұрыс. Мысалы біз договор бойынша үйдегі қазір қай-қайсысында да бәрін үйіне барып көрсете аламыз да, договор бойынша бізге 220 вольт тоқ төлеуге міндетті. Ал бірақ біз жаздың күндері 110 вольтқа дейін не істейміз. Микроволновкамыз да күйіп кетті, холодильнигіміз да күйіп кетті, кондеріміз да күйіп кетті. Онда қалай қараңыз. Қазір айтыңыз. Қазақстан Республикасының сауда министрлігі. Иә, Қазақстан Республикасы сауда министрлігі біз... Жоқ, ары қарай қоспаңыз, мен айта берейін. Соның ішіндегі тұтынушылар құқығын қорғау комитеті. Соның ішінде тұтынушылар қорғау комитеті. Басшысы. Тынысбеков Асқар Станиславович Мырзаға деңіз. Тынысбеков Асқар Станиславович Мырзаға. Енді айтасыз. Неге біз сапасыз алған қызметімізге, яғни 110 вольт алған тоғымызға біз 220 алғандай ақша төлеуіміз керек деңіз. Соны тексеруіңізді өтінемін деңіз. Неге біз мысалы 110 вольт үшін 220 вольт договор бойынша бізде бар, сол үшін ақша төлеп отырмыз, бірақ самом деле 110 вольт тоқ алып отырмыз. Яғни сізге жаңағы 220-дан вольттан сапалы қызмет қылдым деп энергетика тасымалдаушы компания сізден ақша алып отыр ма? Сапасыз қызметіне? Сапасыз қызметіне алып отыр. Соны тексеру өткізіп, бәрін жауапқа тартып, біздің ақшамыз қайтарып беруді өтінемін десеңізші? Иә, соны талап етіп, республикалық деңгейде соны тексеріп, біздің мына үстіндегі... Республиканы қайтесіз, ауылыңыз тексерсінші? Иә, осы ауылымызды тексеріп, осыны бізге 220 сапалық тоқ беріп, сол қалған егер бере алмайтын болса, үстіндегі төлеген ақшамыздың бәрін қайтарып беруді талап етеміз біздер. Рахмет. Осымен тамамдайық онда. Бақытжан мырза, мен бір қосымша қылып жіберейін. Дәл жаңағы жиналып қалыпсыздар ғой. Негізі айтатын проблема деген шаш етектен. Түсінемін, Арухан ханым. Шаш етектен. Оны тек 1 сағат, 2 сағат, тіпті 4 сағатта да айтып бітіру мүмкін емес. Біз тек қысқа нұсқа айтып жатырмыз. Мына жаңағы ненің тоқтың қуаты жетіспеушілігіне тағы қосымша қылып айтайын дегенім, тоқтың қуаты жетпей 120-130-ға түсіп қалып жатыр да. Даже кей кезде. Енді 120-130-ға түсіп қалғаннан кейін мынау электротехникалар қайта өшіп жана бергесін, тоқ күші жетпегесін күйіп кетеді ғой. Тұрғындардың кредитке алған жаңағы нелері
техникалар күйіп кетіп жатыр. Енді ол кредитке алғасын, оның ішпей жемей ақшасын төлеп отыр. Бала шағасының аузынан жұлып, күйіп кеткен техникасына банкке күні мен азаннан қара кешке дейін істеген еңбегінің ақшасын банкке апарып төлеп отыр. Соны айтып, өзіміздің облыстағы тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасына арыз жазды. Департаментіме басқармама арыз жазды тұрғындар. Ол арызды олар алып алғанда облыстық акиматқа жіберген, облыстық акимат аудандық акиматқа жіберген, аудандық акимат алғанда білім облыстық білім басқармасына жіберген. Арухан ханым, сіз қазір мүмкін емес нәрсені айтып жатсыз. Ондай болса, арыз көрсетіңізші қазір. Мүмкін. Жоқ, ол департамент жібермейді, ол өз жұмыс істейді. Яғни сіздер басқармаға ма бірдеңеге барғансыздар, басқа жаққа? Жоқ. Кімде барғансыз, көрсетіңіз, арызды көрсетіңіз. Жақсы білеміз. Арызды біз жібердік, әркімнің қолында жүрген жоқ, арыз жіберілгені анық. Керек болса барлығы WhatsApp-пен маған жіберіңіз болды. Барлығы мына ауылдың адамдары барлығы не қылады. Енді ол сіз сенбейсіз, бізде бәрі болып жатыр. Арухан ханым, мынандай ғой, бәлкім қателесіп басқа бір басқармаға жазып жіберген шығарсыздар. Мен айтайын деп жатқан мынандай, жаңа тұтынушылар құқығын қорғау департаменті бар емес пе? Ол бағынбайды әкімшілікке. Бақытжан мырза, ол біз енді білгеннен кейін бұл бірінші рет дауласуым емес, екінші рет дауласу ауылдың мәселесін айтып 15 жылдан бері дауласып келе жатқан адамбыз. Қайсы көзімізді жұмып табатын болды, қайсы басқарма, не зат қайсы басқармаға тиісті, қай басқарма қай жерде тұр, қай басқарма қандай өкілеттілігі бар, құзыреттілігі, бәрін жақсы білеміз. Ондай болса, жаңағыдай уақыт сұрақтарды қоймасаңыз, енді айтайын дегенім бізде сондай масқара болып жатыр, аудандық акиматта тоқпенен білімнің разницасына бармайтын адамдар жұмыс істеп жатыр. Оларды қалай жұмыс істеткізіп қойыпты, аудан әкімі соғанда жауап берсін. Аудан әкімі оған жауап бермейді ғой. Не үшін қызметкеріне жауап бермейді? Қызметкерді жұмысқа алып отқан өзі ғой. Жоқ, сізге тоқ жіберіп отқан адамға аудан әкімшілігі вообще қатысы жоқ қой. Біз ана тоққа мен сіздерді дұрыс жаққа жіберейін десем өзіңіз ғой басқа алып барасыздар. Тоққа жіберген тоқ жайлы жазылған нені арызды не үшін білім басқармасына жібереді? Тоқпен сонда білімнің разницасына бармай отқан адам аудан әкімшілігінде не істеп отыр? Бұл мүмкін емес нәрсе. Егер осы мүмкін болса, сол сұрақты өзіне қойыңыз. Қаяқта тұрып жатқандарыңызда. Өзіне қойыңыз, сонда өзіне қойыңыз. Аудан әкіміне өзіне қойыңыз. Аудан әкіміне қойғанда аудан әкімі айтады, есі дұрыс па, ондай болмайды бізде дейді. Ол да айтады. Енді көрсетсін сол арызды. Сіз арыз көрсетіңіздер. Алдында документ тұр. Арухан ханым, сіз маған арыз жіберіңізші, мен көрейін, жарай ма? Мен жазған жоқпын, тұрғындардың көбісі 15 шақты арыз жіберіңіз бір адамның. 15 шақты тұрғындар. Мен айтайын деп жатқаным. Жоқ, мен барлық документті өзіме тиісті, өзімнің көтеретін вопросыма тиісті барлық документті мен әкелейін дедім, бірақ сізді келатқан дегеннен кейін Арухан ханым, мынандай, жарай, жібересіз ғой WhatsApp-та бәрібір көрейік. Мен айтып жатқаным, мынау қазір жаңа сіздерге айтып жатқан тұтынушылар құқығын қорғау. Арухан ханым, мен өзім айта берейінші. Жоқ, мен іздемеймін, оны өздеріңіз жібермесеңіздер. Әкім айтады, неге іздеуім керек? Әкім айтады, жоқ ондай нәрсе бізде өтірік айта береді дейді. Болды, сонымен тынып қалады. Доказательство болмаса, оны дәлелдеу өте қиын. Мен сізге айтайын деп жатқан мынау жаңағы сауда министрлігінің ішіндегі тұтынушылар құқығын қорғау комитеті бар ма? Соның бастығы Тынысбеков Асқар Станиславович деген кісі мен сізге бекер айтып жатқан жоқпын. Ол менің кезінде Шымкент қаласында налоговый инспектор болып істегенде біздің облыстық салық комитетінің басшысы болған. Бұл кісіні танитын болғаннан кейін, жеке өзінің телефоны болғаннан кейін айтып жатырмын. Егер дәл осы кісілердің айтқаны рас болып, сөйтіп жаңағы сіздің Асқар Станиславович айтып жатырмын. Департаменттегілеріңіз жан-жаққа тастап жатқан болса, онда срочно ол департаменттегі жұмыстан алу керек, құрту керек, а мына кісілердің құқығын қорғау керек. Асеке, бірінші кезекте кірсеңіздер, өйткені мынау теріс қоғамда резонанс тудыратын жағдай болып жатыр екен. Бұны қалдыруға болмайды. Бола ма? Осымен тамамдасақ болады, басқа да көрсететін жерлеріміз бар. Болды, жарайды, көреміз. Сау саламат. Бақытжан мырза, мына жерін қырқып тастамай ақ қойыңыз. Міне қазір сөйлестік, сізді WhatsApp-тан жібереді. Жіберсін, көреміз. Қазір келесі жаққа барып түсірген кезде мен қарап айтамын, жарай ма? Болды, рахмет, сау саламат болыңыздар.